Бәрекелді. Баяғыда ортаға той бастау үшін асабалар шыққан кезде отырған жұрт шабытың ашылсын қарағым деп шапалақ ұрады екен. Чота настроенияларыңыз жоқ қой. Той иелерін құттықтап бір қошеметпен бастайық кішкенеке. Бәрекелді. Ал енді қадірлі ағайын, қазақта бір даналы әдемі сөз бар. Шаңырағыңда ұл бала дүниеге келсе, кіндігін кесіп алып шаңыраққа байла, өйткені шаңырағының иесі сол болады. Шаңырағыңда қыз бала дүниеге келсе, кіндігін кесіп алып суға таста, өйткені қыз қонақ барған жерінде тастай батып судай сіңсін дейді. Бүгін той жасап жатқан әулетке айтарымыз, шаңырақ иелеріңіздің азамат болғаны құтты болсын. Ал той төріне жайғасқан жаңа құдаларға айтарымыз, осы әулетке келген қыздарыңыз тастай батып судай сіңсін. Мен енді көп сөйлеместен ортаға бүгінгі қос ғашықты шақырайық. Ол үшін барлығымыз бір орнымыздан тұрып алайық ағайындар. Осы өмірге ылайық отты жағып. Күшті. Өнер адаммен болғанда жар деп айқайлаймыз. Кет. Осы өмірге ылайық отты жағып. Келедәне екі жас топты жарып. Вообще күшті. Мен мұны бұйтып үйленгенге бүйтіп қуанған адам бір жет көріп тұрмын. Біз де басында қуандық. Кейін шашымыз түсті. Сен папаң да қуанған. Онда шаш түсті. Сенкі де түседі. Ойнап айтамын, қуаныш құтты болсын. Марат бақытты болсын деп келгендер болса бір айқайлап шапалақ ұрып қояйық. Фәнидің болғанымен басы көктем, талайлардың иығынан басы кеткен. Махаббатсыз дүние бос деп абай, термесін тоқшан қызға тартып еткен. Кешегі қозы көрпеш баян сұлу, тағдырлары тоқтаған қасыреттен. Қыз жібектің ауылына барған кезде төлеген шеге досын қасын ерткен. Ағайын, бізде сондай махаббат жаршысымыз, алдарыңда аман болып шашу еткен. Ал енді қосылуды мырза құдай, Маратжан мен Ұлжанға нәсіп еткен деп, қос ғашыққа құрмет қошемет көрсет, той төріне жайғастырамыз. Жайғасыңыздар. Нұрлыбек, жаным жұғысты болсын. Қыз жолдас екеуің белайын боп баратсыңдарға. Коллективтер осы әнді бірге айтайықшы қазір, айқайлап. Арық адамның не жүргенін, не билегенін сезбейді кесіңе. Енді мұна жақ қарап, жәке, жеңеше кесеңші. Келін түсіріп, бәрі патере болып қалды кәдімгідей. Не болып батыр деп. Енді бүйтеміз, мұна жақ қарап амандасамыз. Қазақтың анасы музыка аласасаңыз болады қазірше. Қазақтың келіні анасы қанша жасқа келсе де келін. Сіз бірінші мұна жаққа шығастағын бәрлігіне Мақпал Жүнісова ұқсап, сәлем бердім халқыма дейсіз. Содан кейін қол көтереміз, төркін айқайлап шапалақ ұрамыз. Сосын Мараттың достары барсыздар ма? 94-тер. Баяғыда ішпейтін кезде жақсы еді бұлар, мас болып қалатын бол. Мен Жанат жеңгеме қарап риза болып отырмын. Қыз ұзатты, ол үйлендірді, жап-жас, әп-әдемі, красавица. Жанаттың красавица болып жүргені кімнің арқасы? Кімнің арқасы? Ана жерде біреу макияждың арқасы деп қуып отыр. Дұрыс, мәкеңнің арқасы. Ал Мұхтардың кішкене шашына ақ түсіп, шашының түсе бастағаны кімнің арқасы? Не дейді, ой Алла. Жанаттың арқасы деп жіберіп отыр. Ондай емес. Еркек түздің адамы. Еркек түзде жүреді. Шаңырағым шайқалмаса, ұлым ұяға қонса, қызым қияға қонса деп түнді таңға жалғап еңбек етеді. Содан еркек кішкене әбіржейді. Ол жарасады. Енді өз бұлай кезде де елге жерге бөлініп жүргеніміз жетеді. Бүгін енді ойпырмай біз Мұхтарға шапалақ ұрдық. Сендер Жанатқа шапалақ ұрдыңдар деген болмасын. Мәке қолды жай. Қолды бір қол. Жанат жеңге қол үстіне қой. Мына қолдан ұсталмағалы біраз болған ау деймін, дірілдеп жатыр қойшы. Мен енді қадірлі ағайындар, бүгін Марат пен Ұлжанның тойына қош келдіңіздер дегенде қолды көтереміз, екі жақ бірдей шапалақ ұрамыз. Ал аса мәртебелі ағайындар, уақыт жоқ заманда алтын уақытты қиып, бар тірлікті шетке жиып, Мұхтар мен Жанаттың баласын тойына ақ тілек айтайық деп, қош келдіңіздер! Бәрекелді, осы ұстасқан қолдарыңыз ешқашан жазылмасын. Алла нәсіп етсе, Маратқа менің жолымды берсін. Өйткені мен егіз перзент сүйген әкемін. Алла нәсіп етсе, келесі жылы Марат егіздің әкесі болсын. Марат жан жұғысты болсын. Енді әумин деген мен жұғасамайды ол. Ертең звондар рецептін айтам десең.
Мәке, сізді ортаға шақырайыншы. Келіңіз. Ой, жаным. Молодец. Ой, Алла, ұқсамасаң тумағыры. Адам әкесіне де осынша ұқсайды екен ау. Шоке болып қалып, мына жерде тұрыңыз. Енді жалпы осы той болады дегелі қанша уақыт өтті? 2 ай. 2 айдан бері сіз үшін жүгіріп жүрген тыныш құдалар 2 айдан бері сіз үшін жүгіріп жүрген папаңыз бен мамаңызды құшақтап рахмет айта алдыңыз ба? Бүгін айтам деп тұрмын не. Өйді. Сөйтеді да бұл. Қатынағаннан кейін өзгеріп кетеді деген осы екен ғой неге. Қолыңды жай. Сөйтті папаң мен мамаңды құшақтап тұрып, папа, мама, сіздерге рахмет деп құшақтап қойшқан екен. Ойбай, Маратты ұзатып атқан жоқпыз, нормально все. Мына қуаныш құтты болсын, той құтты болсын. Маратжан, менің сізге айтарым, жақсылап тыңдаңыз. Ұлжанды күніне 10 рет құшақтасаңыз, мамаңызды 20 рет құшақтаңыз. Өйткені ана, мама деген баланың құшағына тоймайды. Осы кісілерді сыйлай беріңіз. Еркек адамның екі дүниеде абыройлы болуы ата-анасының разылығында. Осы кісілердің разылығын алыңыз. Ал құрметті келінжан, әйел адамның екі дүниеде абыройлы болуы ол ерінің разылығында. Күйеуіңіздің разылығын алам десеңіз, осы ата-анасын сыйлай беріңіз. Ерте тұрып кеш жатыңыз, сонда сізден жақсы келін болмайды. Маратжанға бір қошемет көрсетіп қойып, дастархан төріне жайғастырайықшы. Ой, айналайын, бұл да әйтеуір. Рахмет, еркелеп жүріп үйленді. Мына қадірлі ағайын, Марат, ене жағынан как повезло саған? Енесі қандай күшті, е? Иә, күшті, аппақ болып жүрсін деп күшті тілек айтып жатыр. Менің енемді көрсең ғой, жылайсың әңгі. Сол үшін сыйлай бер, екі жақ теңдей көріңдер. Құрмет Құдеке, төрде тұрған екі жас мәңгі бір-бірін сүйсін ба? Сүйсін. Сүйсін, шапала құрып қойып. Екеуін көр алмаған дұшпандардың іші өртеніп күйсін ба? Күйбесін, олар да бақытты болсын. Ой, не деген? Марат, енең күшті, молодец. Қызығып тұрым саған менде. Екеуі топырлатып немерелер үйсін ба? Сүйсін. Үйсін, шапала құрып қоямыз. Сол немерелер анда-санда көрпе төсекке сүйсін ба? Сие берсін. Сие берсін. Но сразу айтайын, Ұлжан өзің жуасың деп қойсаңшы. Соғынға жеткісін еткені қазақ балам балдан тәтті, немерем жаннан тәтті дейді. Ұл қызыңды өсіргенше, немереңді өлгенше бағасың. Сол мақал татарларда да бар екен. Татарлар айтады екен, ұлың қызың өсәді кетеді, немерең түбіңе жетеді дейді екен. Сіздердің сондай немерелеріңіз көп болсын. Пусто 2 бокал беріңіздерші. Бәрекелді. Міне, біреу, тағы да біреуін бересіңіз, 2. Мына ұстаңыз, мәке. Мына келінсіз ұстаңыз. Енді қадірлі ағайын, біз қазақ, мына құда күтіп атқан жоқ. Алло. Бір түсінетін адам бар ма қазақша? Қарап айтып қойыңыздар, сәл түртіп отырыңыздар. Енді қазақ ырымшыл халықпыз, ырымдаймыз. Алла нәсіп етіп осы Марат пен Ұлжанның тұңғыштары. Ұл болсын дегендер Мараттың қолындағы бакалға тиын салыңыздар. Қыз болсын дегендер Ұлжанның қолындағы бакалға тиын салыңыздар. Келін, сразу айтайын, төркініңе бар, басқа ешкім бермейді саған. Это гарантия. 1-2-3 жылдан да жинап келеміз. Кеттік, тез. Маратқа салам дегендер болса уақыт біткен жоқ. Ой, жаным, жеңшем, мен қалайсыз? Құдай жан, көкешінен. Тағам тастап өзін жүрсін қара. Мен де енді мына сіздерге бөліп. Мен ортаға, Мәке, Мұхтар көке, Жанат жеңгей, келіңіздерші. Мәке, Жанат жеңгей, келіңіздер. Менен жаңа бакалға не салыңыздар дедім. Тиын сал, қағаз шығарыңдар. Қағаз шығар. Ұлжан, санамай шығар. Магазинде тұрғандай санап шығарып жатыр, молодецкая. Ой, бәрекелді. Мына енді мәкесі ұстай тұрыңыз. Қазір айтам. Мараттың қолындағы бакалға бір шапала құрып қойық. Ой, бәрек, толтырып де. Мелшниктер көп екен. Ұлжанның бакалындағы тиынға бір шапала құрып қойық. Бұл екеуін бір-біріне қосайын. Қадірлі ағайын, мен бұл тиындарды жинатқан себебім, құрметтің компьютерін алшы. Тиыны жоқтар компьютер алып жіберіпті ғой. Ана қағаздарды алып папаңа бер, қағаздарын папаңа бер. Ой, бәрекелді. Маратына ұста. Мен енді қадірлі ағайын, құрметті Жанат жеңгей, мен мына тиындарды жинатқан себебім,
Біздің қазақта өте жақсы дәстүр бар. Дүниеге нәресте сәби келіп, оны қырқынан шығарар сәтте алтын, күміс, тұз және тиын салып шомылдырады. Білесіз ғой жеңеше? Алла нәсіп етсе, екеуінен сүйген тұңғыш немереңізді қырқынан шығарар сәтте осы тиындарды салып шомылдырыңыз. Сөйтіңізді мына жұрттың барлығын жинап алып, тиындарын қайттан өздеріне қайтарып беріңіз. Осы той соларға да жұғысты болсын дегендей. Алла нәсіп етсе, осы тиындар 9 ай 50 күннен кейін қозғалсын дегендер. Бұны ақ шүрекке түйіп сандыққа салып қойыңыз. Енді сынан не істеймін деп тұрсыз ғой? Бұны ертең анау келін босанғаннан кейін перзентханаға барасыз. Сол кезде алдыңыздан шошаңдап 2 медсестра шығады өзі. Аға құтты болсын, сүйіншің бар ма бірдеңе деп, сол кезде мына ақшаны аластап бетіне шашып жібересіз. Кеше бір тойда айттым. Сөйтіп едім, той иесі айтты. Нұргелді, сен айналайын, ниетің адал жігітсің, ниетің таза, сен де той көр. Бірақ менің өзімнің тұңғыш немереме атағаным бар. Если что, мынаны өзің не қыла сал деді. Неге айтқан білмеймін соны. Бірақ бірдеңе деді. Сол кезде бірдеңе бергендей болды. Соны мен де айтқым келіп тұр қазір. Ойнап айтам, я, болды, аға, жоқ, ол қалта тесілмеген ол, жоқ. Ой, ят болдау. Біз ена тамадылар тойларда ақша туралы айтсақ, жұрттың бәрі ойлайды. Тамадылар ақшаға құнық кеткен, тамадылар ақшаға беріліп кеткен деп. Мен өзім айтайым, ақшаға құнықпайым да. Ақшаға берілмеймін да. Но просто олмаған керек. Менен Марат інім, әрі балам. Менен соны Алматыдан келдім әдейі. Со Алматыдан кеп тұрып, құр қол келуге ұялдым. Сөйтінде өзім той анамдап келдім. Мәңіз. Саған қыздарды қай жер көп ұнайды? Алдың қызы. Не жегің кеп тұр? Сәбіз. Сәбіз дейді, не ішкің кеп тұр сусындардан?